Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге алмадан және қызылшадан жасалатын осындай салаттың рецептісін ұсынатын боламын. Бұл өте пайдалы анемияға, қанастыққа, яғни гемоглобин төмен кезде жесеңіздер өте пайдасы орасан зор салаттардың бірі. Бізге қажет болады алма, қызылша, грек жаңғағы, мейіз және майонез қажет болады. Алмамызды тазалап жуып, алдын ала бәрі жуып дайындалған. Алмамызды осылай майдалап, 4 піштіреп турап аламыз. Құрамы өте қолжетімді заттардан жасалады. Және де пайдасы өте зор салаттың бірі. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Басқа да рецептілермен бөлісетін боламын. Қазақша каналының дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Сіздер де жасап көріңіздер. Қызылшамызды да осылай майдалап, кубиктап турап аламыз. Қызылшамызды алдын ала қайнатып пісіріп алғанбыз. Әсіресе осындай күздің кезінде жасасаңыздар, барлық заттары табылатын. Жаңғақтың да қазір пісіріп атқан кезі, қызылшаның да піскен кезі. Жасап көріңіздер. Мінекей қызылшамызды да осылай турап алдық. Келесі кезекте грек жаңғағында орталарынан бөліп майдалап ұсақтаймыз. Грек жаңғағында пайдасы орасан зор екені бәрімізге мәлім. Йод тапшылығы кезінде де пайдасы өте зор. Мейізімізді де алдын ала ыстық сумен жуып тазалап аламыз. Осылайынан менде мейізім майдалау, сондықтан бөлген жоқпын. Егердер мейіздеріңіз ірі болып жатса, орталарынан 1-2 бөлсеңіздер болады. Мен тұтастай салдым. Осылай барлығын жақсылап араластырып, үстіне 1-2 қасықтай майонезіміз салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Қонақ келсе де демде жасай салатын салаттың бірі. Сондықтан жасауға сіздерге де кеңес беремін. Дастарханға қойғанға да өте әдемі салат. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Келесі кезекте осылай тәрелкемізге салып, ұсына беруге болады. Бетіне әсемдік үшін 1-2 грек жаңғағын, чоркының яғни 3 ғана майда жұмыртқаның сарысын өткізетін жерлер алып,
Сонымен үгіт бетіне сеуіп жіберсеңіздер, салаттарыңыз одан да әдемі болып шыға келеді. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.